Саламатсыздар ма? Бүгін біз ары қарай саясаттану және әлеуметтану пәнін жалғастырудамыз. Бүгінгі тақырып 17 саяси ғылымның қалыптасу мен дамуының негізгі кезеңдері. Бұл тақырыпқа сәйкес негізі біздің слайдта жалпы жоспар беріледі. Және де біз сол жоспар бойынша негізінен 5 сұрақ қарастыруымыз керек. Жалпы қысқаша шолу жасап, жаңағы осы адамзат өркениетіндегі саяси идеялардың даму кезеңдеріне назар аударып, содан кейін тарихи кезеңдерге жаңағы көне замандағы, орта ғасырдағы, жаңа замандағы және қазіргі кездегі саяси ғылымның даму мәселелеріне назар аударуымыз керек. Ол үшін сіздер жалпы слайдта көрсетілген ұсынылатын әдебиеттер мен тізіммен танысасыздар, және де қосымша біз силабуста берілген кең ауқымды түрдегі әдебиеттердің тізімін келтірген болатынбыз. Жалпы саяси ғылымның пайда болу, қалыптасу және даму мәселелеріне тоқталатын болсақ, біз мынадай мәселеге назар аударуымыз керек. Саяси ғылым кәдімгі басқа ғылымдар тәрізді қалыптасудың және дамудың әртүрлі қилы жолдарынан өтті деп айтуға болады. Және бұл саяси ғылым барлық қоғамдық ғылымдармен ықпалдасып отырды десек қателеспейміз. Саяси ғылымның дамуында негізі ең маңызды екі бөлек дамыған үлкен мерзімдерге назар аударуымыз керек. Бірінші, ол философиялық кезең деп аталады. Себебі бұнда саяси ғылым әлі де болса сонау ерте заманнан басталып, көбінесе 19 ғасырда жаңағы көбінесе философиялық ғылымның шеңберінде дамыды деп айтуға болады. Жеке бөлек ғылым болған жоқ ол кезде. Жеке бөлік ғылым, саяси ғылым өзі ерекшеленіп дамиды және философиялық ғылымның шеңберінен шығып, жаңағы жекеленіп ғылыми деңгейде 19 ғасырдың екінші жартысынан деп басталады. Демек, саяси ғылым қалыптасу мен дамуының өзінің былай айтқанда тарихында бірнеше тарихи дәуірлік кезеңдерден өтті деп айта аламыз. Жаңа жоғарыда айтқандай саяси ғылым ежелгі әлемнен, көне заманнан басталса, онда бірінші өркениеттер пайда болған сәттен бастап және 476 жылы жаңағы Рим империясының құлауына дейін әкелсе, онда жаңағы орта ғасырлар 5-15 ғасырларға қамтиды деп айта аламыз. Одан кейінгі 15-16 ғасыр қайта өрлеу немесе ренессанс кезеңі деп айталса, жаңа заман 17-19 ғасырларды қамтиды дейміз. Және де 20 және 21 ғасырда қазіргі заманда саяси ғылымның өзінің даму кезеңі ерекше орын алады дейміз. Сондықтан әрбір ғылымның өзінің тарихында әрине өз эволюциялық кезеңдері болады. Соны саяси ғылымның эволюциясына тоқталатын болсақ, онда бұл жерде біз жаңағы слайдта көрсетілген саяси ғылымның эволюция деген слайдта біз жалпы осы кезеңдерге бөліп, әрбір кезеңде өзінің ерекше ойшылдары және де саяси ойлар, ілімдер, түсініктер сол ойшылдардың есімдерімен тығыз байланысты болады. Әрбір кезеңде, мысалы ежелгі көне заманда
шығыс өркениеті болсын, жаңағы батыс өркениеті болсын, мысалы шығыста Үндіс, Қытай болса, батыста Грекия мен ежелгі Рим болатын болса, бұл жерде әрине әрбір өзінің ойшылдары, мысалы шығыс елдерінде Конфуций болса, Шаньян болса, жаңағы ежелгі Грекия мен Римде Платон, Аристотель, Цицерон секілді әйгілі ойшылдардың есімдерімен байланысты дамыған саяси ойлар болды. Әрбір саяси ойлардың, ілімдердің өздерінің сол кездегі ерекшеліктері және жеке-жеке сипаттары болады. Ол сипаттарымен және әрбір жаңағы өз ерекше ойшылдардың тікелей ілімдерін сіздер семинар сабақпен және СРСП сабақпен және өздік жұмыс жасаған кезде тікелей танысасыздар. Сонымен негізгі кезеңдерге келетін болсақ, біз көне заманда айтамыз. Конфуций, Шаньян, Платон, Аристотель, Цицерон секілді ойшылдардың ерекше ойларына тоқталу қажет болады. Ал келесі орта ғасырдағы саяси ойлар, мысалы көбінесе бұл жерде әлеуметтік саяси ойдың көбінесе діни қайраткерлердің күш салуымен дамыған болатын. Бұл жерде батыс елдерде ол Аврелий Августин, немесе оны Блаженный деп атайды, Фома Аквинский, Парцелий Падуанский, немесе өзіміздің шығыс елімізде, өзіміздің еліміздің әйгілі ойшылы, белгілі беделді ойшылы Аль-Фараби, мысалы Баласағуни, тағы басқаларды айтуға болады. Келесі өте маңызды кезең саяси ғылымның эволюциясында реформация мен қайта өрлеу дәуіріндегі саяси ілімдер. Бұл кезең 16-17 ғасырдың бірінші жартысын қамтиды деп айтсақ, қателеспейміз. Бұл кезеңде саяси теориялардағы коммунистік бастаулардың дамуы, оның теологиядан бас тартуы басталады және сол көрініспен белгіленеді дейміз. Бұл жерде адам құқықтары мен бостандықтары, заң мен мемлекет, қоғамдық өмірдің демократиялық құрылым мәселелерін сараптау процесі басталады. Және де бұл жерде әрине өз ойшылдарыны ойларында әрбір ойшылдың ойларының өзіндік ерекше мәні болады дейміз. Соның ішінде аса назар аударуға қажет болады сіздерге Никола Макиавеллидің саяси ойлары, Томас Мор, Кампанелланың ойлары, бұл жерде мысалы теңдік мәселелерге көп назар аудары. Ағылшын ойшылы Томас Гоббс, Голландия ойшылы Гуго Гроцийдің ілімдеріне назар аударып, семинар сабақта нақты түрде олардың ойларын қарастыру қажет болады. Келесі кезең ол европалық ағартушылық дәуіріндегі және буржуазиялық революция бағыттағы саяси ойлар. Ол 17-18 ғасырларды қамтиды. Бұл көбінесе әрине батыс елдегі буржуазиялық революциялық кезеңмен байланысты болды. Бұл жерде индивидтің саяси моральдық этикалық тәрбиесінің рөлін дәлелдеу мәселелер, еркін индивидтің және адал қоғамның қызығушылықтары үйлестіретін сана патшалығының басымдылығы жөніндегі құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам туралы алғашқы түсініктердің пайда болуымен байланысты болды. Және де бұл кезеңнің өзіндік ерекше ойшылдары, олардың әрқайсының саяси ғылымға деген қосқан үлесі көп деп айта аламыз. Соның ішінде ағылшын ойшылы Джон Лок, Шарль Луи Монтескье, Вольтер, Руссо, Марат, Робеспье, бұл француз ойшылдары. Мысалы Монтескьенің соны 18 ғасырда шығарған идеясы жаңағы билік бөлу мәселесі әлі күнге дейін демократиялық елдердің демократиялық саяси жүйелердің ең басты принципі болып табылады. Ал 19 ғасырда бірінші жартысындағы саяси ойлар олар көбінесе саяси ойдың басты бағытымен, либерализммен және демократияның болашағымен тарихи генезисін зерттеу мәселесімен байланысты болды. Әрине бұл жерде орын алған Бентам, Миль және әсіресе Алексис Токвильдің Америкадағы демократия туралы ойларында айтылған мәселелер ең алғашқы кездерде. 20 ғасырдың екінші жартысында
кең тараған марксизм ілімі өз орын алады саяси ғылымда. Бұл жерде әрине саяси қақтығыстардың таптық табиғатын абсолютизация, буржуазиялық демократияның пролетариаттық демократиямен ауыстыруы, өзін-өзі басқару даму мемлекеттің жоюына әкеледі деген ойлар басым болады да. Және де мынау көбінесе марксизм ілімінің таптық күреске негізделу. 19 ғасырдың екінші жартысында саяси ғылым жоғарғыда айтқандай жеке бөлік ғылым ретінде дамы бастайды. Сондықтан қазіргі саяси ғылымның даму кезеңдеріне келетін болсақ, онда бұл жерде біз тағы өзіндік ерекше бөлек мерзімдерді айтуға тиіспіз. Себебі қазіргі саяси ғылым біз енді 20-21 ғасыр деп дамыды деп айтсақ, дегенмен оған бастау берген жаңағы 19 ғасырдың екінші жартысында, соның ішінде жаңағы ең алғашқы ақш елінде пайда болған Фрэнсис Либербен бастау алған алғашқы кафедралар және алғашқы саясаттанушылар дайындайтын мектептердің пайда болуын айтуға болады. Дәл осы 19 ғасырдың екінші жартысында, соның ішінде жаңағы 50-60 жылдардың аралығында деп айтамыз. Бұл жерде саяси биліктің мәселелеріне және оның әлеуметтік негіздерін зерттеуге басты назар аударылады. Ал 20 ғасырдың басынан бастап жаңағы оның 20 ғасырдың 40 жылдың екінші жартысына келгенде біз жалпы негізгі саяси нақты теорияларды, мысалы элита теориясы, саяси билік концепциясы, қызығушылық танытатын топтар теориясы дейміз, тағы да басқа, және де ғалымдар нақты саяси ғылымның, мысалы ақш-тағы Чарльз Мерриам, элита теориясының классиктары Моска, Паретта, Михельс деп, биліктің психологиялық теориясы Ласуэлл деген ғалымдардың есімдерімен байланысты. Екінші кезең осы қазіргі ғылымның даму кезеңінде біз 20 ғасырдың 40 жылдардың аяғы мен 20 ғасырдың 70 жылды қамтиды деп айта аламыз. Бұл жерде нақты саяси өмірдің либерализациялау мәселелері демократия мен мемлекеттік әлеуметтік саясатына бет бұру басталады. И бұнда да нақты дамыған теориялар, мысалы демократия жаңа теориялары, саяси жүйе теориясы авторлар, мысалы Парсонс, Алманд, Истон дейміз, саяси модернизация теория Дойч, Паул, Мур дейміз, осындай ғалымдардың есімдерімен байланысты болды. Ал үшінші кезең саяси ғылымның даму кезеңдеріне келетін болсақ, ол нақты 20 ғасырдың 70 жылдары, яғни аяғынан бастап қазіргі күнге дейін. Бұл ғылыми бағыт білдіретін әртүрлі концепциялар әртүрлі концепциялар дамиды. Нақты қазіргі деңгейде дамыған, мысалы, постиндустриалдық қоғам концепциясы, ұлттық қызығушылық концепциясы, ақпараттық қоғам концепциялар, тарихтың соңы концепциялар, өркениет қақтығасы, демократияның үш толқыны, мысалы автор Хантингтон дейміз. Мінеки бұл осы қазіргі ғылымның даму кезеңдерін сіздер мынау слайдта тағда көруге болады. Және де осы қазіргі ғылымның даму кезеңдеріне байланысты нақты саяси ғылымның өзіндік ғылыми мектептері қалыптаса бастайды. Олар англо-американдық, француздық, неміс. Көбінесе саяси ғылым батыс елде әрине ерекше дамиды. Біздің елде де қазіргі таңда саяси ғылым дамуда. Ал енді әрбір саяси ғылымның дамуындағы, мысалы көне замандағы болсын, орта ғасыр болсын, немесе жаңа заман, немесе қазіргі кездегі ғылымның даму туралы және әрбір ойшылдың нақты түсініктерін біз қысқаша түрде слайдтарда бердік. Сол слайдтармен толық танысып, осы тақырыпты толық меңгеруге болады. Жалпы алғанда біз жаңағы қорытындылай келсек,
саясаттанудың қалыптасу мен дамуының тарихи адамзат тарихындағы бұрынғы мен бүгінгі күндерде қарастырылған саяси мәселелермен тығыз байланысты деп айта аламыз. Және де олар нақты тарихи кезеңдермен қалыптасып дамыды. Олардың бәрін сіздер нақты түрде силабус, электронды лекцияларда және біздің мынау келтірген слайдта қысқаша танысуға болады. Рахмет.